сосын контактілерге кіріп, ең соңғы хабарласқан нөмірге хабарласуға бел будым. Хабарласып едім, бұл жолы ешкім алмады. Мен ұйқым келіп ұйықтағалы жаттым. Мен ұйықтадым. Сағат 2-ден 5 минут кеткенде әлгі телефон қайтадан шырылдады. Сәлем. Ол менімен сөйлесіп отырды. Мен де онымен сөйлестім. Ол маған сенің үйіңе келем, күт деді. Содан мына телефон кім екенін білесіз бе дегендей сөйлестім. Мен келем, үйіңде бол деп жазды. Сол мезетте біреу есік қақты. Мен есікке барып қарап едім. Есіктің тесігінен қарап едім. Ешкім болмады. Біреу мазақтаған екен деп ойлап қалдым. Ол тағы да үйіңе келем деді. Менің бойымды қорқыныш биледі. Мен оған тағы жаза бастадым. Бірде есік өзінен өзі ашылып кетті. Мен есікті жауып құлыптап қойдым. Ей, сен неге келем деп мен алдайсың? Дедім де тұрып қалдым. Оған тағы бір рет хабарласайын дегенде артымнан екі қол шығып мені алып кетті. Видеоны каналға тіркелуді ұмытпа, окей?